Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Қазақта үлкенді құрметте, жол бер, көліктен түсіп сәлем бер деген әдеп талаптары бар. Заманда Жүсіп пайғамбардың әкесі 10 ұлын ертіп Мысырға келе жатады. Жүсіп оларды қарсы алу үшін алдарынан шығады. Ол аттан түсейін деп жатқанда бір уәзірі: «Тақсыр, келе жатқан әкең болса да аттан түспей амандас. Мысыр патшалығының айбынды абыройын сақтау керек. Олар саған кіріптар болып келе жатыр» дейді. Жүсіп: «Алла тағала әкесіне құрмет көрсетпегендерді сүймейді» дейді. «Алла сенің ниетіңді жүрегіңнен көріп тұр. Кешірімді кең Құдай сендей пайғамбардың кішкене күнәсін кешпегенде кімнің күнәсін кешеді дейсің» дейді уәзірі. Жүсіп осы сөзге иланып қалады. Әкесіне аттан түспей сәлем береді. Бұл Алла сүймейтін әдепсіз қылық еді. Осы әдепсіздік үшін ұлық Алла Жүсіпті жазалайды. Әдетте Алланың әмірімен пайғамбардың денесі көмілсе де топырақта шірімей саламат сақталатын. Жүсіптің мәйітіне ондай бақыт бұйырмайды. Тәні топыраққа сіңіп жоғалады. Қала берді ұлық Алла Жүсіптің ұрпағынан пайғамбар шығармайды. Содан бастап егде адамға көлік үстінде сәлем берме деген тыйым шыққан екен. Қазақ халқының ауыз әдебиетіндегі аушадияр жанрында да осы көркем әдеп үлгісі көрініс тапқан. Аушадияр 23, ақыл қайрат бойға күш. Жас үлкенге кез болсаң, сәлем беріп аттан түс деген сөз осыдан қалған екен. Салт дәстүр сөйлейді, оқыған Кәмесхан Жанбота.